Құрметті менің оқырмандарым, бүгін мен сіздерге міне чебуреки жасап көрсетейін деп жатырмын. Ол үшін маған ыстық суға, мінекей, ыстық суымыз қайнап тұрған ыстық суға тұз және бір ас қасық сұйық май, үлкен ас қасықпен сұйық май қосып, ыстық суымызға араластырып аламыз. Енді алдын ала дайындалып, електен өткізген ұнымызды алып, осы ыстық сумен кішкене қаттырақ қылып қамыр илейтін боламыз. Мінекей, су ыстық, сондықтан мен басында қасықпен былғап алып жатырмын. Артынан кейін кішкене қазір ұн салғаннан кейін суын құрайды, сол кезде қолмен ары қарай біріктіріп илейтін боламын. Жалпы менің осы каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басып кетіңіздер. Қазақша контенттің өсуіне үлес қосыңыздар сіздер де. Менің каналымда тек қана бұл тағамдар емес, алдағы уақытта да көптеген рецепттер салынатын болады. Солардың барлығына куә болыңыздар, мені қолдаңыздар, лайк басыңыздар, маған тіркеліп кетіңіздер. Егер де тағы бір тамақтардың рецептін білгілеріңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен әрқашан сіздердің жасаған сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Енді мінекей, жаңағы бірінші қасықпен илеп алғаннан кейін қолымызбен біріктіреміз осылай. Кішкене қамырдың қаттырақ болған дұрыс. Қазір оны жасалу барысында да көресіздер. Міне осылай біріктіріп аламыз, міне. Бірікті. Енді оны осылай салафан мешокқа салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Және арасында илеп иін қандырып тұрыңыздар. Енді біз нанымыздың иі қанғанша, мынау жерде мен картошкамды пісіріп, оның ішіне майға қуырып, сары майға қуырып жуамды және тұзымды бұрышымды салып қойдым. Енді бұл жерде менің өздеріңіз картоп езгішпен де езуге болады. Бұл жерде мен блендермен езіп отқан себебім, менің балаларым жуа жемейді, сондықтан жуа бүлінбей кетсін деп, әйтеуір осы блендермен езіп жатырмын. Мінекей. Енді сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жаңағы картоп езгішпен езесіздер. Енді жаңағы иілеп иін қандырып қойған нанымды осылай собықтап дайындап қойған, мен соны кесейік, мінекей. Осылай шағын-шағын кесіп аласыздар да, одан кейін ары қарай өзі чебурекимізді жасай береміз. Жалпы балалардың сүйіп жейтін тағамы. Сіздер де балаларыңыз жасап, осы балаларыңызды қуантыңыздар осындай тамақты. Енді бізде алдымызда көктем келе жатыр, адамның қарны ашатын уақыт. Сол кезде біз бесін шай деген шай ішеміз 4-тен кейін. Сол кезде дайын қылып, бір ашуды күтіп тұрмайды, иле қойып шайға ұсынуға болады. Осылай кесіп алған қамырларымның барлығын кеуіп қалмасын деп, салафан мешогыма қайтадан салып қойып жатырмын. Енді сіздерге қазір бір-екі осы жерде бір-екі чебурек жасап көрсетейін, мінекей. Өте көп ұнды сеуіп қажет жоқ бұл жерде ысқан кезде, себебі құрамында май болғандықтан бұл нан өте жабыса бермейді. Өте қажет емес енді. Нанды жұқа қылып жайып аласыздар. Қазір пісіру барысында көресіздер, жақсы көтеріледі. Мінекей. Нанымыз асылып болып қалды. Енді ортасына салмасын, қазір екінші нанымды сып алайын. Бірде екеуін жасап көрсетемін. Нандарыңыз қалың болып кетпесін. Жұқа қылып сыңыздар міндетті түрде. Көріп отқандарыңыздай ұнды көп қажет етіп жатқан жоқ. Міне енді осы екі ысып алған наныма салма салам. Салманы өте көп салып қажет жоқ. Өте егер еттен болатын болса, еттен жасайтын болсаңыздар, жұп-жұқа қана шикі фаршпен істейсіздер ғой, ол кезде жұп-жұқа қана жағып қоясыздар. Міне. Енді шетін осылай кішкене қаттырақ басыңқырап бір-біріне жапсырып шығамыз.
өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 4 піштағы да пісіруге болады. Енді қалай өздеріңізге ыңғайлы солай пісіріңіздер. Міне. Енді екі жағын бекітіп алғаннан кейін мен осылай мына вилкамен өрнек салып шетін әсемдеп қойдым. Егер де жаңағы анау нан кесетін арнайы құрал болатын болса, сонымен директетіп кесіп тастауларыңызға болады. Енді қызып тұрған майымызға ақырындап пісіріп аламыз. Бісміллә деп салып жатырмын. Мінеки. Енді салып аламыз. Міне 4 штук салып аттым. 5 штук та салуға болады тапама. Енді осы пісіп атқан кезде жаңа қайнап атқан ыстық майды үстінен құйып тұрамыз. Өйткені ол осы чебуректеріміздің жақсы көтеріліп пісуіне өте жақсы көмектеседі. Осылай үстінен құйып қойыңыздар пісіріп атқан кезде. Мінеки. Бір жағда қызарыңқырап, шеттер сарғайып білініп жатыр. Қазір ақырындап аударамын. Өздеріңіз көріп отқандай әдемі пісіп жатыр. Осылай кезек-кезек пісіріп ала береміз. Екі жағын әбден осылай қызартып, қуырып ала бересіздер. Тағы да айтам, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Міне, нәтижесінде осындай чебуректер пісіріп алдым. Міне көріңіздер, жүп-жұмсақ наны. Өте жұмсақ. Ас болсын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Мені қолдап лайк басып кетіңіздер.